Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз сендермен дүние жүзін тарихи мәдени аудандастырудың 3 түрімен танысқанбыз. ЮНЕСКО жіктемесі, Хантингтон вольский жіктемесі. ЮНЕСКО жіктемесі бойынша 7, Хантингтон бойынша 8, вольский бойынша 12 тарихи мәдени ауданға бөлінетін. Бұл жерде ұқсастықтар мен айырмашылықтарын басшылыққа алатын. Хантингтон жіктемесі бойынша көбінесе жаңағы мәдени ерекшеліктері, салт дәстүрі, діні соған қарап жіктейді. Қазақстан бұл жерде исламдық өркениетке кетеді, Африканың солтүстігі және таяу шығыспенен. Россия, шығыс Европа, ол славян православиялық. Ал ақш Канаданы және батыс Еуропа елдерін ол батыс өркениеті деп жіктейді. Қытайда өзіміз білетіндей конфуцийлық әрине, жапон мәдениеті өзі бөлек алынады, өз ерекшеліктерімен, сосын Латын Америкалық, Мексикадан бастап осындай болып келеді. Енді бұларды қысқаша сипаттап кететін болсақ, мысалы үшін вольскийда 12. Бұл жерде вольский көбінесе тарихты басшылыққа алады. Мысалы Латын Америкалық тарихи мәдени аудан десек, бұл ауданның қалыптасуы Африкалық, Америкалық, Еуропалық 3 мәдениеттің тоғысынан қалыптасты. Африкалықтарды біз білеміз, жаңағы отарлау кезінде осы жаққа құл ретінде әкелген африкалық адамдардан. Ал азиялық ол әрине жаңағы үндістер, бұрынғы ежелгі жергілікті халқы және отарлаушы европалықтар. Соның әсерінен осы Латын Америкалық аймақ өзіндік ерекшелігімен көзге түседі. Бұл жерде Қазақстан әрине Ресей Евразиялыққа кетеді, тарих ұқсас, Осы картаны мұқият қарап, қай аймақтар қайсына кететінін саяси картамен сәйкестендіріп біліп алу керек. Қазіргі заманғы өркениетті 4-еу батыс өркениеті деп мінекей. Канада, ақш және батыс Еуропа, Қытай өркениеті, мұсылман өркениеті Африканың солтүстігі және мына таяу шығыс, сосын үнділік өркениет. Бұлардың әрқайсысы өзіндік ерекшелігімен көзге түседі деуге болады, Мұнда енді келесі геосаяси аудандастыру. Біз сендермен өткен 90-дарда экономикалық географияны оқығанда айтқанбыз, кез келген мемлекеттің саяси басымдығы әрине экономикамен байланысты. Экономикасы мықты мемлекет саясатта да ықпалды болады деп. Маккиндер негізі геосаяси, яғни саяси тұрғыдан аудандастыруда алғаш рет ұсынған ғалымдардың бірі. Сонда ол осындай дүние жүзін 3 аймаққа жіктейді, Орталық, одан кейін ішкі жартай және сыртқы жарты ай деп. Осының ішіндегі ең тиімді орын деп ол мына орталық есептейді. Яғни бүкіл әлемді бақылауда ұстайтын плацдарм деп атайды. Себебі осы орталық арқылы мына теңіз маңын болсын, сыртқы жартайды болсын, бақылауда ұстап, өз ықпалыңды жүргізуге болады деп есептеген. Енді осы Хартленд ең ыңғайлы, ең беделді орын болса, осының күшін азайту үшін не істеу керек дегенде Маккиндер мына Хартлендтің жағалық бөлігін тартып алу қажет деп сол кездері айтып кеткен. Яғни мына жерде мысалы Украина, Белоруссия болса, Азербайжан, соларды өзіне ішкі жартайға қосылатын болса, Хартлендтің күші азая бастайды деп есептеген. Енді бұл жерде қай жағынан болмасын күшті дамитын, оны Евразияның жағалық бөлігі немесе ішкі жартай деп есептеген. Одан кейін өзіндік несімен өте ерекше болып есептелетін сыртқы жартайға бөлген. Келесі Коэннің геосаяси аудандастыруын алатын болсақ, Коэн негізі 2 геостратегиялық облысқа бөледі, 2, 3 емес, тек картада бұл түсінікті болу үшін жеке беріліп қойылған. Европалық құрлық әлемі, теңіз маңындағы сауда әлемі. 2 бір геосаяси облыс. Сосын шеткі геосаяси аймаққа бөлген. Шеткі геосаяси аймаққа қайсысы десек, мінекей оңтүстік Америка, еске сақтау керек, шеткіге кетеді. Және Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка. Яғни солтүстік Африка бұл сауда дамыған теңіз маңына кетіп қалады. Теңіз маңындағы сауда әлеміне кетеді солтүстік Африка. Сахарадан оңтүстікке қарайғы Африка. Осы екеуі шеткі болады. Ал мына көкшіл түстеріміз, яғни мына Австралия, мына жатқан аралдық Индонезия, аралдар және Америка немесе ағылшын саксондық Кариб Америкасы мына жердегі орталық Америка елдері.
және батыс Европа бұл теңіз маңындағы сауда әлеміне кетеді. Ал мына тұрған бөліктеріміз Европалық құрлық әлемі. Әрине ол Шығыс Азия, ол Оңтүстік Азия, ол мына Ресей мен Орта Азия, Хартленд және Таяу Шығыс. Бұл Европалық құрлық әлемі. Міне осындай екі геостратегиялық облысқа бөледі. Енді бұл жерде ерекшелігі қандай? Коэннің айтуынша, мына екі облыстың шекарасы ең тұрақсыз аймақ деп есептеген. Яғни, мысалы үшін мына тұрған шеткі аймақ, мынау шеткі аймақ қой. И бізде өзі екі геостратегиялық облыс. Шеткі аймақтар, Оңтүстік Америка мен Сахараның Оңтүстік Африка, және мынау Европалық құрлық әлемі. Осы екеуінің шекарасы ең тұрақсыз, саяси қақтығыстар жиі болатын аймақтар деп атаған. Бұл көбінесе мінеки Африканың солтүстігіне, қазіргі өте бір кикілжіңді аймақ болып тұрған Таяу Шығысқа, Иран, Ирак, мысалы үшін сәйкес келеді екен.